Сәлем қыздар, сіздермен бүгін эноки по-корейски дайындайтын боламыз. Оңай рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге соевый соус, 1 қасық томатная паста, 2-3 зубчик чеснок мен теркадан шығартып алдым. Сосын эноки қажет. Энокимізді ашып, жақсылап жуып аламыз. Одан кейін басын кесіп тастаймыз. Обязательно басын кесіп, бөліктерге бөліп аламыз. Осылай бөліп дайындап аламыз. Сосын табамызға май құйып, қыздырып, осы энокиларымызды екі шетін қызартып, әдемілеп қуырып алатын боламыз. Бірінші осылай қуырып аламыз. Екі шеті де қызарды. Енді соусымызды дайындаймыз. Кішкене шекер салдым мен, салмасаңыздар да болады. Чесногымыз, томатная пастамыз, соевый соусымызды қосамыз. Қыздар, ащы бұрыш қосып жіберсеңіздер де болады. Мен қосқан жоқпын. Жақсылап араластырып, энокилерімізді қайттан табаға саламыз. Кейін соусымызды осылай қосып шығатын боламыз. Кейін үстінен 1 пиала су құямыз. Сол пиаламызды осылай су құйып, енді 5-10 минут осылай қайнататын боламыз. Міне біздің энокилеріміз дайын. Дәмі өте керемет шығады. Лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.